Сәлем достар, мен жазушы Сапарғали Бегалин атамызды көксегеннің көргендері деген әңгімесін жақсы көріп оқыдым. Алтайдың көрікті және бай табиғаты маған ерекше ұнады. Өтеш, Зарқұмар, Оралхан, Көксеген сияқты балалардың шөп шабуға барғандағы оқиғалары да қызыққа толы. Солардың ішінде Көксеген деген бала туған жердің табиғатын, жан-жануарларды ерекше жақсы көреді және әрқашан да қамқор болып жүреді. Жараланып жалғыз қалған бұғының қодығын үйіне әкеліп емдеп жазған қайырымдылығына өте риза болып қуандым. Көксеген біз сияқты бала болғанмен өте еңбекқор. Суда да балықша шебер жүзе білетініне қатты қызықтым. Бір күні орманда жұмыс істеп жүргенде сарқырап тасып жатқан өзенге ағып бара жатқан жылқыны құтқарады. Мен Көксегеннің бұл батылдығына таң қалдым. Шіркін, мен де сондай мықты болсам ғой деп ойладым. Сол үшін де жақсы оқып, спортпен айналысатын боламын. Балалар, Көксегеннің қалың орман ішінде және биік тауларда жүргенде көрген басқа да қызықты оқиғалары туралы білгілерің келе ме? Ендеше, Сапарғали Бегалин атамыздың Көксегеннің көргендері деген кітабын Оралхан Бөкей атындағы кітапханадан алып оқыңдар.